Сәлем достар, сіздермен мен Айгерім. Бүгін сіздермен дамский палочки бекеш саусақтарының рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін каналыма тіркеліп, видеомды соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге май, су және де тұз қажет болады. Тұзымызды суымызға және майды салып алатын боламыз. Орташа отқа қойып, майымыз ергенше осылай араластырып тұратын боламыз. Толықтай майымыз еру қажет. Осылай майымыз ергеннен кейін үстінен ұнымызды салып алатын боламыз. 8 ас қасық ұн бұл жерде менде. Азызын салып отырып, араластырып, суы тартылғанша, қоюланғанша, жай отқа қойып, араластыра беретін боламыз. Дәл осылай қою болады. Қоюланғаннан кейін пештің астын өшіріп, суытуға қойып қоятын боламыз. Осылай араластырып тұрып, арасын суытып алатын боламыз. Суығанша кремін дайындайтын боламыз. Кремі бізде 20% қаймақ және де қант пен қаймақты араластыратын боламыз. Қант пен қаймақ араластырылғаннан кейін кішкене қоюлатылған сүтті қоссаңыздар болады. Тағы да жақсылап араластырып жеріп, тоңазытқышқа қойып қоятын боламыз. Дайындаған қамырымыз суыды. Суығаннан кейін 4 немесе 5 жұмыртқа қосып араластырып алатын болатынбыз. Осылай жақсылап біркелкі болғанша араластыратын боламыз. Содан соң табамызды майлап, табамызға жарты шай қасықтан салып отыратын боламыз. Осылай жарты шай қасықтан толықтай барлығын салып, алдын ала пешкамызды қыздырып қоятын боламыз. Қызған пеште 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Пісіріп, суытып аласыздар. Суығаннан кейін осылай тарелкамызға жақсылап жайғастырып алатын боламыз. Егерде піскен бекеш саусақтарын суытып алмасаңыздар, қаймақтарыңыз бетінде ыстық кезінде еріп кететін болады. Осылай өте жайғастырып, әдемі қылып дастарханға ұсынсаңыздар болады. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.